Сәлем бердік баршаңызға, мен суперкелін Диана. Бүгінгі видео шығарылымда баклажан рулетін дайындаймын. Дәмі өте керемет, әрі бір жасағында ұқсап шығады. Ең алдымен баклажанды жуып тазалап, керек емес жерлерін алып тастайсыздар және ұзыннан турап аласыздар. Турау барысында қатты жұқа және қалың етіп турамаңыздар. Дәл видеодағыдай турап аламыз. Жылы суға тұзды салып, араластырып ерітіп аласыздар. Дәл осы суға баклажанды салып, жарты сағатқа бетін жауып бастырып қоясыздар. Бөлек ыдысқа майонезді салып және майдалап туралған чеснокты саламыз. Дәміне қарай қара бұрыш, аз ғана тұзды салып араластырамыз. Қалауыңыз бойынша укроп қоссаңыздар да болады. Тәрелкеге 3 жұмыртқаны шағып араластырып аламыз. Тұздалған баклажандарды ең алдымен жұмыртқаға, одан кейін барып сухариге 2 бетін аунатып аласыздар. Қызып тұрған табаға баклажанды қуырып аламыз. Баклажанның екінші бетін қуырып аламыз. Дайын болған салманы баклажандардың бетіне жағып шығасыздар. Салат жапырағын орап, баклажанның шетіне қоямыз. Ал жанына туралған помидорды қоясыздар. Творожный сырды да қойып шығамыз. Енді баклажанның шетінен орап аламыз. Жасалу жолы өте оңай, әрі дастарханыңыздың ажарын ашады. Баклажан рулет салаты дайын болды. Бетіне бальзамический соусты құйып дастарханға ұсыныңыздар. Қонақ келгенде дастарханның ажарын ашатын дәмді салатты сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен бірге болған суперкелін Диана. Каналды қолдау мақсатында тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыз.